бәріне де тоқтатып жатыр ғой. Асқазанға деп ішетін, бауырға деп ішетін адамдар көбісі тек осы сумен жүр. Бұл бұлақтың басынан шығады, яғни таудан шығады да, бұл бұлақтың суы. Біз осы суды упаковка жасап, сіздерге ұсынып жатырмыз. Инстаграмға кірсеңіздер, 140 мыңнан астам жанды, осы бізді қолдайтын өз оқырмандарымыз бар. Солардың қаншамасы суды ішіп, пайдасын көруде. Биыл 3 жыл жалпы өзім осы суды қолға алып, қазақтарға ұсынып жатқаныма. Әйтпесе орыстарға ұсынсам, орыстар талап алып кетіп қалады ау, орысша айтсам. Тек қана біздің өз жерімізден, өз генімізге, ДНК-мызға сәйкес келетін дәл осындай емдік суды ішіңіздер. Әйтпесе шетелден келіп жатқан түрлі газды сусындар бар, түрлі сулар бар. Оған ақша құртқанша дәл осындай таза суды ішу арқылы да керемет нәтиже шығаруға болады, дұрыс па аға? Енді ана ішіп өзі емді жазылған адам сол ғана мақтай алады. Бізде былай ғой, бір нәрсе мақтасаң, ана қазақтың бір мақалы бар ғой. Ауылдағы апамның аузы сасық дейді. Мақтай берсең айтады, қойшы дейді. Ал енді мынаны егер Қытайдан әкелетін болсаң, мынау зуылда өтеді мынау. Түсіндің бе? Қытайдан әкелсең зуылда өтеді мынау. Қытайда керемет су. Германиядан әкелсеңші. Германиядан аса не қылмайды. Қымбат дейді анау. Енді мынандай арзан су өзімізде шығып жатқан су енді. Айтып отыр ғой, бар жанына батқан адам ғана барып ішер енді. Дені сау адам ол ішпейді бұны. Дені сау адам ол керек емес ол. Ауырмайтын адамдар көп қой ол. Неше түрлі жүктер бар ғой, ауырмайтындар. Оларға бұл қызық емес бұл. Енді ауырған адам өздері тауып алады. Енді айтуын айтып жеткізіп жатсың ғой енді. Тұра ма? Рахмет сізге де. Рахмет, Алла разы болсын. Сіздің тағы да айтып кетіңізші, бүйректегі тасқа осы су толықтай көмектесті ғой. 500% көмектесті ғой. Айтып отырмын ғой, результаты бір где-то бір 10-15 күнде. Мен дату бүйрегім қатты ауырғанда, даже сол жағымен жата алмаймын. Су ішкен кезде де ауыртты ма басында? В общем, бір 2 күн, 3 күннен кейін ауырғаны басылып қалды ғой. Түсіндің ме? Басында ауыртты да. Мен басында мен айтып отырмын, машинада отырғанда мына тіреліп отырады. Мына жағымен басып жата алмаймын. Сосын бана зәрден шығуда қиын болып жүргенде, мынадан кейін ой. Бұл негізі простатитке де ем ғой негізі. Әйелдерге циститке де. Енді мен бұның бәрін айтайын десем тағы мынау бүкіл енді сендер қазір тиктокқа шығарамыз. Айтыңыз аға, шындықты айтыңыз. Жоқ, тыңда енді. Тиктокқа шығарғанда бұны адамдардың бәрі бірдей емес қой, мынаны айтып отқан әңгімені қарап, зер салып тыңдап, тура екен, рас екен деп. Бірақ қырылдап ауырмайтындар тұрады ғой мынаны. Мыналар бір лақап айтады, мынаны қаяқтың домалған дейді ғой, короче, түсіндің бе? Енді ол ауырып жатса өзі барып ішіп, өзі көзімен көрер енді.